Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз Майра. Соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Майра мен Сәкеннің шаңырақ құрғандарына да аттай 22 жыл болыпты. Ерлі-зайыптылардың бір ұл, бір қызы бар. Екеуі де шетелде оқуда. Тек демалыстарында ғана төбе көрсеткені болмаса, отандарына сирек келеді. Сәкен ірі бизнесмен, Майраның да өз жеке бизнесі бар. Орталықтағы екі бірдей үлкен сауда үйінің қожайыны. Сәкен өте жұмысбасты кәсіпкер. Бір істі қолға алса, сол біткенше назары сонда. Күйеуінің бұл әдетіне көніп кеткен Майра кейде өмірде өзін жалғыз қалып кеткендей сезінеді. Не ішемін, не жеймін деп басын қатырмайды. Бар жағдайы жасалған. Басында вилла, астында су жаңа көлік. Бизнестегі ақшасы да қомақты. Тек жетіспейтіні күйеуінің махаббаты мен назары. Басында Майраны ертегідей еліткен Сәкен уақыт өте келе жұмысбасты болып, сезімінде ұмытқан сынды. Бар ойы кәсіп, көп ақша. Ерлі-зайыптылардың бас қосып, адамша сөйлесетіндері де өте сирек. Майра да кейде нәзік жанды болып, күйеуінен қолдау мен махаббат аңсайды. Бірақ ол нәрсе Майраның қиялында ғана. Кейде күйеуіне қалжыңдап, «Сәке, арасында бізге де көңіл бөлсеңші», деп наздана сөйлейді. Бірақ Сәкенге бәрібір сынды, селт етпейді. Адам бір ойланса, ой шырмап алары бесенеден белгілі. Сол ойдың шырмауынан шығу үшін Майра жаңа кәсіп ашқысы келді. Ондағы ойы фазенда сатып алып, жылқы шаруашылығын жандандыру еді. Әкесі кезінде жылқының құлағында ойнап, мықты атбегі болған. Сәкенге бұл ойын айтқанда, күйеуі «Қандай кәсіп ашсаң да өзің біл», деп қысқа қайырды. Майра уақытты оздырмай, жақсы фазенда іздей бастады. Қала шетіндегі үлкен фазенда Майраның көңілінен шықты. Бірден сатып алып, жан-жақтан өзіне ұнаған жылқыларды да осында әкеле бастады. Асыл тұқымды жылқылар да бар. Әп-сәтте фазенда небір сұлу жылқылармен көркейіп шыға келді. Майра күнде қаладан келіп, жұмыс жанданғанша тыным таппады. Фазенда үлкен болғандықтан бірнеше жұмысшылар алуына тура келді. Бұл істе оңтайлы шешілді. Көңіліне алған барысы ойдағыдай шыққанына Майра қатты қуанды. Қаланың у-шуынан миын тынықтырып, фазендаға жиі келу әдетіне айналғандай. Жылқыға жауапты жігіт Рашид өз ісіне тиянақты, пісік жігіт, бастығынан үнемі мақтау сөздер естиді. Түс қайта су жаңа джип көлігі шаңды бұрқырата жүйткіп келеді. Бұл әрине Майра Омар қызы еді. Бастықтың қара түстігі көлігін көрген сайын Рашид байлықты қиялдап кететін. Жасы 25-тен асса да, әлі күнге дейін отбасын құрмаған. Майраға есеп берген соң, Рашид әдеттегідей қызыл айғырға мініп, оны баптауға кірісті. Көлеңкеге жайғасқан Майра жас жігітке қадала қарады. Бойы ұзын, дене бітімі ерекше келген атбегі Рашид Майраның жүрегін дір еткізді. Аздан соң, өз ойынан өзі шошығандай, Майра түрегеліп, машинасына қарай беттеді. Кетерінде жас жігітті тағы мақтап, бастығы жылы қоштасты. Көлігіне отырған Майраның көңіл күйі көтеріңкі, көңілді әуенді қосып, қалаға қарай зымырай жөнелді. Майра үйіне келген соң, дөмекшік дұрыс ұйықтай алмады. Бар ойы Рашид болды. Өткен жолы ат үстіндегі жігітті жасырын видеоға түсіріп алған. Сол видеоны сан рет қосып тамсана қарайды. Өз қиялына мас болып, бақтан басы айналып жатқанда, есікті әлдегім ашқандай болды. Басын көтеріп тұрғанша жатын бөлмеге Сәкен кірді. Әйеліне ескертпей келгені Майраны бұл жолы қатты таңырқатты. Мұны байқаған Сәкен, «Білем, күтпедің», деп қарқылдай күле, әйеліне шетелден әкелген иіс суын ұсынды. Жылына бір рет ашылатын күйеуіне Майра бұл жолы қуана, «Рахмет, Сәке, осылай үнемі романтик болсаң ғой», деп иіс суды құшырлана иіскеді. Таң ата Сәкен жиналсын бар деп ерте кетті. Майра душ қабылдап, боянып сыланып фазендаға жол тартты. Фазендаға келген Майра Рашидке, «Бүгін атқа мініп, таза ауада біраз серуендеп қайтайық», деп бұйрық берді. Рашид лезде екі атты дайындап, біреуіне бастығын отырғызды. Бұлай серуендемегелі қай заман, ауа райда ерекше, Майра табиғатқа тамсана қарады. Біраз жүрген соң, Рашид аттарды байлап,
тамақтанып алуды жөн көрді. Дастархан жайды. Бастығы әкелген баусақтардың исі мұрынды жарып, тәбетті аштырып жіберді. Жаңа ғана жадырап тұрған ауа райы кенеттен бұзылып, аяқ астынан жаңбыр сіркірей бастады. Қазір басылар, су болып қалмаңыз деп, Рашид бастығына күртесін жапты. Осы сәтте Майра, жас жігіттен айырылып қалардай, кел мұнда отыр, өзіңде деп, жанына отырғызды. Қатар отырған екеуі күртені бастарына жамыла, жауынның басылуын күтті. Қасында отырған Рашидке Майрам басын түйістірді. Алғашқыда түкке түсінбей сасып қалған жігіт, біраздан соң бастықтың жағымды иіс-суынан рахаттанғандай, Майраны сәл өзіне тартты. Еш қарсылық танытпаған Майра қайта Рашидке тығыла түсті. Аз уақытта бойын кернеген құштарлық оты екеуін ләззатқа бөледі. Көптен бері мұндай рахат күйді сезінбеген Майра Рашидті қапсыра құшып, бәрі керемет болды, деп құлағына жыбия сыбырлады. Рашид бастығының өзіне кетәрі еместігін сөзімен, ісінен байқады. Өзде әлжуаз жігіт емес, есеппен жүретін қу жігіттердің бірі. Құшағынан шыққан бастығына іштей, майлы шелпек, өзі келіп қақпаныма түсті. Енді бай болар күнімде алыс емес деп, өзіне дән риза болды. Сол күнгі жақындықтан кейін бастығы мен Рашидтің қарым-қатынастары жақын бола түсті. Өзін ләззатқа бөлейтін жас жігіттен Майра ештеңені аямады. Әйелінің жас жігітпен әуе болып жүргені Сәкеннің үш ұйықтаса да түсіне кірмейді. Шетелде оңды шешілген жобасын дамыту үшін үйінде ұмытқандай. Күйеуінің жұмыс бастылығы Майраға қайта кедергісіз Рашидпен кездесуіне мол септігін тигізуде. Қаланың орталығындағы үлкен қонақ үйіне Майра Рашидті шақырып алды. Күйеуіне Алматыға сіңіліме барып қайтам деген. Сәкен мұны да мақұлдады. Ол ешқандай әйелінен есеп сұрамайтын. Қайда бардың, не істедің деп. Қонақ үйде құмары қанғанша Майра жас жігіттің құшағында болды. Қылшылдап тұрған жас жігітті рахаттана құшты. Көзін жұма, осы сәт мәңгі жалғасса ғой, деп іштей тіледі. Бастығын рахатқа бөлеп, сеніміне кіріп алған Рашид көп ұзамай астына қымбат маркалы көлік мінді. Бейкүнә ғашық жігіттің рөлін өз жағдайын жасап алғанша ойнауды жөн көрді. Майра тіпті Сәкенмен заң түрінде ажырасқысы да келді. Бірақ бұл ойын Рашид құптамады. Аздап уақыт керектігін айтты. Күннен күнге жағдайы жақсарып келе жатқан атбегі Рашид енді өзіне үйленуге қыз іздеуді жөн көрді. Ауылдағы қартайып қалған анасына жақсы келін керектігі әр сәт ойында. Майра өзінен 20 жас кіші жігітке басы кете ғашық бола бастады. Өзін бұрынғы Сәкен сыйлай алмаған тән ләззатын Рашид сыйлады. Өміріне жетпей жүрген осы сәт Майраны бақытқа бөлегендей. Рашид Қарлығаш есімді арумен танысып, қарым-қатынастары жақсара түсті. Жас жігіттің соңғы кезде өзінен алыстап кеткені Майраға ұнай қоймады. Бастығы хабарласса, түрлі сылтауды айтатын Рашид енді жұмыстан шығуды жөн көрді. 3 жылда жағдайын әбден жасап алған, өзіне ынтыққан бастығының арқасында. Рашидтің жұмыстан шығатынын естіген Майра біреу төбесіне мұздай су құйып жібергендей ыршып түсті. Не болып қалды, Рашид? Өз жұмысың ұнамай жүрсе, басқа жұмыс тауып берейін. Қаласаң, менің жүргізушім бол, деп жігіттің асты үстіне түсіп, бәйек бола қалды. Рашид кексе әйелмен қарым-қатынасын біржолата үзгісі келіп, барлық ұсынысынан бас тартты. Бақытты күндерінің астан кестеңі шыққан Майраның салы суға кетіп, өмірден түңіліп кеткендей кетіп бара жатқан Рашидке жалынышты үнмен: "Менші, сенсіз қалай өмір сүремін? Бақытты сәттеріміз ше?" деп тұншыға жылады. Қадірі қалмаған бастығына Рашид: "Әу баста құшағыма құлаған өзің, Майра. 20 жас үлкен әйелмен өмір бойы бірге болмайтын шығармын. Екеуміз де уақытты 3 жыл көңілді өткіздік", деп Майраның көз жасына селт етпеді. Рашид кеткен соң Майра барға барып, ішімдікті аямай жұтты. Ащы су көңілін сәл жадыратқандай, тілі күрмеле: "Рашид, мен сені сүйемін ғой", деп біресе күле, біресе жылады. Осы күнге дейін бәрі ойын екенін түсінсе де, оны мойындағысы келмеді. Дүркіреп тұрған бастығы жай ғана жұмысшымен көңілдес болып, өз қадірін кетірді. Әр түнде көзі ілінбей, тәнін өртеп, ләззат сыйлаған Рашидтің сайтын. Сәкеннен біржола көңілі қалғандай,
Оның қабақтай қарны мен мазасыз қорлы Майраға тым жеркенішті тұғын. Жас жігітпен көңілдес болғалы өз күйін онымен үнемі салыстырып, Сәкенге кейде тұрмысқа шыққанына өкінген сәттері де болған. Рашид Майрамен қарым-қатынасын біржолата үзгеніне қатты қуанған. Өзіне сай, тәрбиелі аруға үйленіп, ауылға біржолата көшті. Бұрынғы мамандығы ветеринар тұғын, сол жұмысына қайта оралды. Кей сәтте өзінен бірнеше жас үлкен әйелдің көңілдесі болғанына жеркенетін, бірақ ақша үшін бәріне көнді. Майраға о бастан-ақ көңілін аулайтын, жан сырын түсінетін адам керек еді. Сәкеннің сезімге сараңдығы мен әйеліне назар аударып уақыт бөлмегендігі, жұмыс бастылығы әйелін тура жолдан тайдырды. Әңгіменің соңы.